Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін 3D модельдеу сабағымызды жалғастырамыз. Мен сіздерге бүгін екі тақырыпты ашқалы отырмын. Соның біріншісі мынау Mixamo.com сайты туралы, ал екіншісі Linux Center KZ сайты туралы. Mixamoға оралайық. Осы Mixamoмен жұмыс жасау үшін ең әуелі сіздер тіркелулеріңіз қажет. Бұл жерде тіркелу тегін. Өзіңіздің электрондық поштаңызды, ойша пароліңізді енгізіп тіркелсеңіздер болады. Бұл жерде жұмыс жасайтын кезде екі нәрсеге назар аударуымыз қажет. Біріншісі character дейді, екіншісі animation дейді. Characters дегенге кірсеңіз, бізде бұл жерде әртүрлі жаңағыдай 3D модельдер бар. Ал animationға кіретін болсаңыз, мына жерде көріп тұрғандай әртүрлі кескіндердің іс-қимылдары көріп тұр. Мына жерде 1-ден 100-ге дейінгі әртүрлі парақтарды аша отырып, әртүрлі 3D модельдерді көруге болады, және де әртүрлі іс-қимылдарды байқауға болады. Біз өзіміздің 3D моделімізді арман қарай жылжыта аламыз, жақындата аламыз, әртүрлі бұрыштарға ауытқыта аламыз. Қарап отырсақ, жаңағыдай біз оны бұра аламыз, астынан көре аламыз, жоғары жағынан көре аламыз, 3D модельдерді көре аламыз. Енді осы жерде жаңағы моделімізге іс-қимылды қосу үшін бұл жерде қалаған іс-қимылды қосып көрейік. Ол үшін мына батырманы басуымыз шарт. Сіздер Samba dancing дейді, defeated дейді, әртүрлі мына жерде іс-қимылдар көріп тұр. Басқа да іс-қимылдарды алып көруге болады. Хип-хоп дейді, яғни біздің анимациялық жаңағы 3D моделіміз сол анимацияларды жасап көрсетеді. Жаңағыдай барып үстінен апарып қойсаңыздар да болады. Басқа да қандай анимациялар бар екен көріп шықсақ болады екен. Бұл жерде страницаларды былай ашып анимацияларды көруге болады. Көріп отырмыз. 104-ші беттейік. Бұл сайттың кішкене несі жаңағыдай интернеттің жылдамдығына тәуелді. Бұл сайт сондықтан кейде қатыңқырап қалу ықтималдығы бар. Екінші қазір бұл жерде біздің моделімізді 24 бетті аша салайық. Загрузка беріп. Бұл жүктелем дегенше мен сізге екінші сайтты түсіндіре берейін. Бұл жерде, мына жерде атайып тұрғандай Linux Center KZ, яғни Linux операциялық жүйесімен жұмыс жасау үшін арналған. Мысалы, литература, әдебиетте осы жерде Linux туралы оқысаңыздар болады. Ол не үшін қажет? Егер көшіргіңіз келсе, мына жерде Linux дистрибутив Linux-ті басамыз. Мына тұрғандар, мысалы, Linux Mint, Ubuntu, OpenSUSE, Asterix, FreeBSD. Android-тің өзі де Linux-тің бір түріне жатады екен. Осы жерде мысалы мен көбінесе Ubuntu Linux-ті қолданамын. Маған бұл қолайлы. Ал егер көшіріп алғыңыз келсе, мына жерде назар аударып кететін нәрсе бар. Бұл жерде версиясы өскен сайын, оның мүмкіншілігі де өседі деген сөз. 14.04 деген сөз, яғни 2014-те шыққан, 13 деген 2013-те шыққан көріп отырсыздар. 2020-да шыққан болса, 2020 деген сияқты жаңа версияларын көруге болады. 10 деген 2010-да шыққан дегенді білдіреді. Соған сәйкес мына жерде Trust, Teher дейді, Saucy, Salamander, яғни әр Linux-тің дистрибутивтеріне репозиторияларына былайша айтқанда атау қойылған жан-жануарлар. Көбінесе Linux-те пингвиннің суреттері жүреді. Біздің жаңағы телефондарымызды білеміз ғой, Android және жаңағыдай iOS, iPhone болып есептесе, сонда Android-іміз біздің осы Linux-тің бір ядросынан жасалған екен. Мына жерде көріп отырсаңыздар, Linux-қа арналған ойындар да бар екен, мобильді приложениялар да бар екен, программалар бар Linux-ке, әртүрлі жаңағыдай инструкциялар
жаңағыдай сабақтар бар дұрыс айтқанда. Ал біздің мек салмамызға оралып көрейік. Иә, осы жерде жалпы иә 3D моделімізді енді мысалы сіз мына жерде іс-қимылы барымен бірге алсаңыз да болады, іс-қимылды қоспай ақ қойсаңыз да болады. Енді осыны көшіру үшін download батырмасын басамыз. Әлбетте сіз осы жерде мысалы Unity қосқыңыз келсе, Unity FBX аласыз. Мысалы Unreal-ға қосқыңыз келсе, тек біріншісін аламыз. Skin дейді, яғни сіз жаңағы несімен бірге 3D модельдің жаңағыдай мына іс-қимылдарымен бірге алуыңыз келе ме, жоқ іс-қимылсыз алуыңыз келе ме дейді. With деген іс-қимылмен, without деген іс-қимылсыз аламыз. Сондықтан сіздің мына жерде әртүрлі кадр секунд бар. 60 алайық. Егер компьютер средний болса, 30 алсақ та болады. Мына no деген жер ештеңе қоймаймыз. Download батырмасын басамыз. Аз-маз уақыттан кейін біздің 3D моделіміз жаңағыдай компьютерімізде сақталады. Оны өзіңіздің жаңағыдай CryEngine болмаса Unreal Engine болмаса Unity сияқты тағы да қосымша жаңағы Cinema 4D, Maya болмаса жаңағы 3D Max сияқты бағдарламаларыңызға жүктеп арман қарай жұмыс жасасаңыздар болады. Оқушылар мына осымен 3D модельдеудің тағы екінші сабағы бітті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза беріңіздер.